Мен Қарасу районынан Дошоков совхозының зейнеткерімін. Жасым 74-те. 2018 жылы 1 мартта инсульт болып құладым. Сонан ұлыстың ұлы күні августтың 16-сында ғайтта құдашыларым ғайтқа келді. Содан манағы келгенде олар маған мынандай бальзам әкелді. Бір ғайт етіп, бұл өте жақсы некен. Сондай давлением күшті болған. 180-200-ге сүйін барған. Осы мынау нені ішкеннен бері 140, әр кетсе 120. Солай болып өз қалпыма түстім. Денемде бәрді қазір өз қалпыма келе атқан сияқтымын. Тұрамын, жүремін. Қолда ничего, бұлай денемді жұртып, бұрындай емес. Кейде бір-екі аттапта жүретін түрім бар, бірақ қадон өпкен жүрем. Осыны жасап sevген адамдарға мыңдай бір рахметімді айтамын. Өте жақсы нәрсе. Халықта енді әркім өз-өзінен дәрінен аямау керек. Иә, сондай жақсы. Еш жерімді ауырмайды қазір. Сөзімді дұрысталды, бұрындай емес. Сол мынау дәріні жасаған адамдарға мыңдай бір рахметімді айтамын. Осылай адамдар өзінен өзі аямай, алып іште қандай тамаша. Даже түрімді жасарып кетті. Қазір 74-темін, өзімді бір 25-тегі адам сияқты сезінемін. Иә, мына құдашаларыма да мыңдай бір рахмет, осының 6-ауын іштім. Иә, таңертең тұрам, бір стақан жылы су ішем. Жылы судың артынан кішкене шай қасықпенен бір қасық тілімнің астына қойып, аузымы ұстап тұрып, сөйтіп ішетін болдым. Күнде таңертең бір мезгіл. Содан кейін давление де жоқ, баста ауырмайды, ішегімді ауырмайды. Кәдімгі құратқа мінгендей, мен тіпті өзімнің бұрын бүйрек ауырғанымды да білмеппін. Соны ішіп, бір жетті 10 күннен кейін сол жақ бүйрегім ауырды әйдік. Сосын ойладым, ойбай, мына дәрімді ауыртты ма, қайтты деп қорқып еп, жоқ. Бір кезде әкасағы бүйрегім жазылған екен. Содан дәретімді дұрысталған екен деп ойладым. Енді сұрайым ғой енді құдашаларым, сондай жағдай болды деп. Сосын енді сонdan мақтаныш етіп айтып отырмын халқыма. Үлкен адамдар ішкенді, жастар да ішеді. Мен балаларыма да алып бердім. Иә, олар да ішті. Осы дәріні ішкен адамға сондай жақсы, жасарады да. Даже мынау қолымның, бетімнің терілері ағарып, кәдімгідей әпеден кемпір болып отырмын мінекей. Рахмет. Сасып қалдым.